менен таласып шексиз калмауларыңыз үчүн менен өзүм таныстырып өтейин. Менин атым Бекболот. Кай Бекболот дейсизби? Кәдімгі студент Бекболот. Иә, сол Бекболоттың өзі. Тұрардың жатақхана. Тұрмыс халі мықты емес. Өйткені артынан ай сайын ақша жіберіп тұрады. Ата-аналарым да мықты емес. Ендеше оқуға қалайсың дейсіз бе? Саған жерін қараш. Қой ағайын. Бас жағына барыспай, қытық сөзге барып қайтеміз. Одан да мен сіздерге Қабанбай деген досымның қызық хикаясын айтып берейін. Ол өзі жақсы жігіт. Бірақ бар мені сөйлеген. Міне, осы оқиғаны соның сөйлегендігінен бастады. Жоқ, бұндай асқарымызды неге төзе алмаймын? Адам сияқты бір. Адам сияқты айтағы жүрсі. Қалайша мен мені соншама сөйлесін дейін. Айтсек болады. Төз алмайсың ба? Қарашай мұнаның кесін, ба? Ендеше, өте жақсы. Бүгіннен бастап жатақхананы босат. Неге босатамыз? Жолда жалғаспайып, жатақханаға бөгді адамдар кеп, арақ ішіп, тәртіп бұзғаныңыз үшін. Мен арақ ішкен жоқпын. Арақ ішкен. Сонда кім ішкен? Әдір берді. Жоқ, сіз ішкен жоқсыз. Ол анау ғой. Кім? Ол ма? Ол біздің ауылдың баласы. Келе жатсам кездесе кеткені. Уылдаймыз. Өш бар ғой. Өзін мен сәкедейін деп тұр. Енді шашын қырқып 15 өткіге айдап берейін. Тоқта, жолда жалғаспайып. Сонда сізге мына жатақхана мен сенің өзің нобестаттың қайда жіберемеді. Бағынап тамақ бойынша өз саласында айқайлап студенттердің базасын аласыңдар. Мен тұқтатқаным жоқ, ол ана ой. Тұқтатқаным жоқ па? Жолдасың ұлдаймас болады, ал сен тұқтатпайсың, ә? Сен осы мені алжыды дейсің бе, жоқ әлде ақмақ көзің бар? Ой, мен ішпеймін ғой, ішпеймін, неге түсінбейсің? Ішпеймін? 10 жылдан бері комендант болып келем. Сонда ішпейтін студент көрсем мен қайда жүрдім, а? Биғаш апа, бұл негізі ішпейді. Бұл бай шын айтып тұр. Сенің де сырың бәрін тек тұр. Әлгі анау, Гүлжамал подруганың жер жатып olmағанда, мына сенің өзіңді де қашалайда жіберді. Ал сен жолдас жалғаспайын. Бүгіннен бастап жатақхананы босат. Неге босатам? Жоқ, мен кетпеймін. Жоқ, Биғаш апа, сіз түсініңізші. Біз сізден кешірім сұраймыз, сіздің де бала шағаңыз, қызыңыз бар дегендей. Не? Ештеме? Қызы болса ше, қарай гөр мұнаның дәмесін. Мен оны, мұна сендер сияқты жалаң аяқтар үшін өспіргенім жоқ. Жоқ, Биғаш апа, дәмелі дейміз ғой, бірақ дегенменде. Шәкіні ай десеңші, қандай жігіттің маңдайы жарқырап тұр екен. Не дейсің? Мынау сіз сияқты тамаша қайнелеге тап келетін дейін. Сіздің өзіңіз мынандайсыз. Қазыңыз тіптен керемет шығар. Қара мұнағы! Аяғыма жығылып, кешірім сұраудың орнына масқаралауға шықтың ба? Обалың өзіңе! Міне, мынада 2 бірдей акт бар. Бүгін жексенбі болып қолымыз байлап тұрғанын қараш. Ертең дүйсенбі болсаң, репті қайтам да оқудан шығып қалғыртып жіберем. Биғаш апа, ол бала шын айтып, қайнелері қадалып жақсы болады. Сен де бекетіп қайналдың ба? Жоқ, құдай соқтасын Биғаш апа, тек бұл жолға кешірім сұрап тұрғанымыз ғой енді. Аяғына жығылып кешірім сұрсың? Жоқ, жазғысы жазған адам аяғына жығылып кешірім сұрамайды. Бар өзім сұра. Биғаш апа, біз сізден үлкен кешірім сұраймыз. Енді бір ашуыңызды қиыңыз жоқ. Жолдас жалғаспайын. Құйрығыңызға шала байлансын демесеңіз, бүгіннен бастап жатақханадан қайырыңыз. Бұл жақсылықтың өзін мына Бекболаттың сөзі қимағандықтан істеп тұр. Биғаш апа, сіз сондай мейірбан адамсыз. Сіз сондай керемет адамсыз. Сол үшін де мына барлығымыз жақсы көреміз. Енді бір шебіңіз.
Tanıdым ki. Ya tanıdın sen. Sizden özünüz mınandayсыз. Апырай, қызыңыз қандай екендігін жоқ па? Қалай тауып айттыңыз? Ey, өмірде бір тауып айтқан сөзіңіз соныңыз сорға көріп тұрған жоқ па? Неге сорма? Енді не бол? Жатақханадан кетерсің. Болмаса одан да үлкен пәлеге ұшырайсың. Өзім де кетем. Пәтерге шығам. Пәтерге шығам дейді ғой. Пәтердің ақшасын қалай төлемекшісің? Ойлан. Қанша ойлансам да болмайды. Жазықсыз жазылған адамның аяғына жығылып, бас ие алмайды. Естің бе? Барайын. Жұмыс істейін. Неге жұмыс көп? Дүкенге барып жүк тасиын. Болмаса асханаға барып, таяқ жуамын. Әйтеуір бір нәрсесін табамын. Енді сенің қалай араласып жүрген адамдарың бар. Маған пәтер жоқ берші. Жаңа ыдыс-аяқ жуам дедің бе? Я ыдыс-аяқ жуам, қол жуам, бәріміз. Шыныңды айт, жерде бір пәтер бар. Иә. Ыңғайлы болғанда қандай? Құдай беріп оқуыңды бітіріп 30 жылдан кейін министр болып көрсем, дәл сондай пәтер аласың. Сен не болып тұрсың, Не? Мені мазақ еттің келе ма? Оймай, сіздің мазақ етіп өле алмай жүрген ба? Қабанам-ау, оллағы шыным. Ояқтар пәтерді жалдай ма? Әрине жалдамайды. Оның бір құйқысы бар. Сен бұйырмасың сөз. Кейін түсінесің. Саған қоятын 3 шартым бар, орындайсың ба? Сен енді шодақ қандырайын деп тұрған жоқсың ба? Ашып айтшы не деп отыр, Бекболат. Ашып айтшы. Айналайын көгі, сен үшін бір шатаққа ұрындым. Мен сені шатаққа ұрындырмаймын. Тек менің шартымды орындайтын болсаң айт, болмаса пәтерді басқа жақтан сұрайын. Жарайды. Көнсең жарадың. Так, менің бірінші шартым бар ғой. Мына сақал мұртыңды сыпырып алып тастайсың. Жоқ. Мен бұл сақалды модашы өсірген жоқпын. Тек ана дипломды еске жазып бітіргенше қанбаймын деген сертім бар. Ал екінші шартым. Анау сарыбайдай сақтап жүрген костюм шалбарың бар ғой. Соны әдемілеп тұрып киіп аласың. Болат, оны да сол дипломға тілектес болсын деп алғам. Қазірден киіп алсам, оның несі қалай? Қазір оны кимесең дипломмен қош айтысасың. Ал үшінші шартым. Неге онсызға таңырқамайсың? Тек менің айтқанымды істей бересің. Бей, өзің үйдің иелерін танисың ба? Үйдің иелерін ба? Иә. Танығаным менің ағайыным ба? Жақын ағайының ба? Иә. Ол үйдің хозяйкасы бар ма? Менің анам нағашымның құдағиының құдашасы ғой. Сонда олар заңның ба? Маған ба? Маған нағашымның құдашы, құдағиының. Маған құдашы сен не болды, ол жағын қасып қайтесің сен. Сенің ана коменданттан керіскені қандай жақсы болды. Енді барып бір шылмайға шылдырып болдың. Бәрі зор болады. Осындай жайын бәндерген. Сенің өзің алып тұрып алмайсың ба? Маған болмайды. Неге болмайды? Ол үйдің егелері менің сырымды біледі. Ал сен олар үшін жұмбақсың. Ұқтың ба? Ұқпайтын болмайсың. Кәй нұғасың. Жүрегімнің түбіне терең бойла. Мен бір жұмбақ адаммын оны дой. Олар сенің жүрегінің түбіне терең бойлап болам дегенше, сен оқуыңды бітіріп, дипломыңды жазып аласың. Студентке бұнан басқа не керек? Айт! Өтпей жүрген ару болса, зеріккенде дәру болса, ермек іздеп есі кеткен еркектерге зәру болса керемет. Төрт бөлмелі үйі болса, көлік мінер күйі болса, майға бөккен мекенінің ақша табар миы болса керемет. Сондай қызды неге алмасқа, студентке мұнан басқа не керек? Құрбысында жорға болса, ақшасы мол дорба болса, үйдегеннің үй емес, сау жындыларға орда болса керемет. Сондай қызды неге алмасқа, студентке мұнан басқа не керек?
sigas rico, sabes que yo soy el más rico. No deja la muela, que a ti te gusta fijo. Dale cosa rica. Абырай! Осы күнгі жастар не болып барады? Ерік бермесең ырға көнбейді. Ал ерік берсең мінекей, мынау ғой. Ал ішсін, жесін, бәріне ерік бердік қой. Тек мына үйдің астан кестеңіз шығармаса қайтеді екен. Ой, қарашы енді. Бәр қыздың өзі осы шашыршақ. Байғыз, көп балалы әйелдер қалай күн көреді екен, а? Ай, бұл заманда қыз өсіру деген қиямет қайым болды ғой. Ай, қинап тұрау, қинап тұрау. Ешкім оны төз емес, өзім қаным жемесін. Қыз секілді қыз емес, көйлек киген демесін. Жанға батып он есе, қабырғаммен кеңесін. Ерген емес немесін, шалбар киген демесін. Ақыл айтпас түз емес, өздеріңдей досы бар. Ерген емес қыз емес, қыз дегенлер осылар. Бақыттана мен емес, айналайын сырласым. Еркек емес қыз емес, келеді сөп болмасым. Амансың ба, Гүлжамал? Амансың ба, Биғайшау? Амансың ба? Кел жоғары. Біздің Алмушка әлі оянбаған ба? Жоқ әлі. Екеуі ұйықтауда. Түнімен шырғаққандай құтырып, қалыскіде ұйықтайтын әдеттер емес пе? Біздің Алмушка, мама, мен сізді оятпаймын. Водканың қасына жата кетем деген соң. Екеуі шағыр. Сағат болса 11 болып, білмеймін қашан шығатындар. Ай, Биғайшау, осы менің басым қатып кетті. Ой, ішкенің алдыңда, ішпегенің артыңда, төт қылаң түгел. Сенің неден басың қатар Гүлжамал? Тартып, созып, жеткізе алмай жүрген мына мен сияқты болсаң бір сәрі. Анау, жұмысың да бердіңдей. Демалыс күнде тыныштық жоқ қой. Не болып қалды? Әй, әл жаңа бұзық балдар. Араға шып айғайда бәрісіп жатақшылардың базасын алдыңдың. Ойбай-ау, ондай керілер өзімізде де бар емес пе? Ойбай-ау, сен де қылсың Гүлжамал. Біздің балаларды олай жеңін еркелік қой. Ал ана бұзықтардың барға. Ой, кісінің нәрмісінен дұм қалдырмайды ғой. Ал менің мына қызым да ерімнен түк қалдыратын емес. Жатырайын етіп тұрайын. Ай, бүгін күн демалыс. Енді жастар шаршаған шығар, тынықсың. Иә, жын қаққандай жердеп білеп, селкілдерден шаршаса, шаршаған шығар. Солар селкілбегенде кісі тіпті қасында отырып шаршайды ғой. Ай, баяғы біздің заманымыздағы билерді айтсай, шіркін, фокстрот, танго, вальс, ой, неге керемет билер. Қалқанда қолақ бандай дейін бұлауын болса да, сенің ақ қазақшылығың қалмайды-ау, Гүлжамал. Заманнан артқа қалсаң мына жұртқа күлкі болмайсың ба? Жоқ, Биғайшау, мен бір нәрсе білсем, ол үстінде заманнан артта қалғандар емес. Қайта шошаңдап алға шығып кеткендер. Сендер қарашы. Биғайшау, маған мына бота көзім қатты уайым болып жүр. Неге? Араласатын кіле бұршындақ тамаудан. Шынымды айтсам, ботқама қазақы қолдау, орнықты бір жігіт тапсам деп едім. Көзі ондайға жоламайды, орайын өзім келдім. Ай, соның жолын таба алмай-ақ мына басым қатып кетті. Елден келген баланың тәрбиесі бөлек қой қашанда. Ой, сен де қызықсың Гүлжамал. Ол қазақы жігіттің қызыңды елге алып кетпей ме? Қалада қырғындары да бар емес пе? Ой, қалада өңкей қағынғаны қалады, есі барлар елді келеді ғой. Ай, жақсы жігіт табылса,
Sen beni düşünmeysin koy Jabal. Özünün demirin batta. Şetel ne kızım edip jasayın. Осыңызға бас көз болам деп шетелге де бара алмай отырмын ғой. Әлгіміздің қуандық бар ғой. Бұған тәңіліктен салмай-ақ қойды ғой. Алдынан қаншама ақша өтіп, бірақ мына қалатқанына тым жұқпай. Солдың күлігінен ағам, деп өліп біттім. Шіркіндім яй, Асекеңдей адамға қолым жетіп, бір құлағы боп алсам, баяғыдан бері кеткен есемнің бәрін бір-ақ қайырар едім аға. Күш көргенім біреуге ауру болып шығатын, күш көргенім біреуге дәру болып шығатын. Құдай болмай шіркін-ай, құда болсам мақтана, құдай болмай шіркін-ай, құда болсам мақтана. Дымдағаным біреуге дәулет болып шығатын, ымдағаным біреуге пәтер болып шығатын. Сүйгенім біреуді тұғырымнан шығатын, сүйгенім біреуді биік алып шығатын. Құдай болмай шіркін-ай, құда болсам мақтана, құдай болмай шіркін-ай, құда болсам мақтана. Ассалаумағалейкум, Тоша жеңгей. Қалайсыз? Жағдайыңыз жақсы ма? Денсаулығыңыз дұрыс па? Өткен мерекеңізбен. Өзіңіз бір қоңырап көрсіз ғой, Тоша жеңгей. Ешайша апа, сіз де осы бересіз ғой? Я осында. Ей қайын деді. Іштен әкті. Әй Гүлжамал. Әй Гүлжамал. Біздің алушқа ойымызға үйге барды. Мен ona Harry Potter сыйға сағатқа бір ұшып алып қоймем керек па? Ой, жон. Ой, күнің сол. Ал, жақсы Гүлжамал. Әй, оятып жүрген ұмытып кетпе жарайды. Әрине оятам. Сіздің осы подругаңыз бар ғой, сондай бір жақсы адам да. Ай, осы сен әлгі... Аққұмса жейді құдасының жиені бұл ғой. Ерге барып едім, Аққұмса жей ұстап алды да. Осыдан қалап болған соң, мен Гүлжамал Құдашанның хабарын беріп, хат салып жібермесем тұра тұрмайын деп әбден есіп тұрады екен. Қалай, кембір қоттым әлі. Ой, әзілетін кембеші жоқ. Ешкіні қуып жібереді да, сирағына ұстап алып өз соғады. Ай, бәрекелді. Сиырлар бір-бір ма? Запты бар ма? Қысыға бастамай кейін жүрсеңдер, ол кім? Мынау ма? Мен Бекболат қой, қайын жасап отыр. Какой Бекболат? Какой емес, қандай қалғасыз өзің, кәдімгі Бекболаттың ғой. Кажется, есімде. Он такой смешной. Домбырасын ең асып жүреді. Иә, айтпады қарағым ал, осы домбырамды деп мойныңа асып жүресің де? Қатардан қалдырмайын деген бұл. Қатардан қалдырмаған қалай? Осы күнгі қазақтың қай қаласына барып қарама, әкелерінен қалғандай мойындарына бір гитара асып алды. Мынау үйде тұрмас. Осы бақсы жетіп қалдырмай деп мойным асып қалды. Дұрыс сенің қара. Өзің бір қашқыр жігіт екенсің, а? Ойма! Мен оны смешно десем. Оказывается, это очень оригинально. Дұрыс айтасың, Дотка. Басың бар. Біле білсең, мына қазағымның өзі оригинальный халық. Знаешь, сен бар ғой, біздің компанияға қатыс. Это же оригинально и национальный клей. Сюда стек! Ой! Дотка, күзден бастап кесіп басып кетесің. Бұл саған колорит болғанмен, маған ата бабамнан қалған тәбір. Ну, сен өкпелеме. Вечеринкаға обязательно кел, я? Көреміз. Ума, завтрак бар ма? Бар. Бар, тамақтарың қазір даяр болады. Түгініңдер. Болды,
Votkada boy жетіп қалған екен. Бой жеткенсің. Шаршат. Өскен сайын қиын болып барады. Ашын айтатын жас. Осы. Осы менің анам, мына мені сен шашаттың албасы деп күйіп үшін. Қазір демалыстан қалған кезде екеуміз бір-бірімізбен жылап көрсеміз. Оның үстіне қыз бала деген анасына қолғанат емес пе? Дұрыс айтасың. Менің бір қарындасым бар. Үйдегі бүгін жұмысты жалғыз істейді. Ой, ондай қыз арман болып тұрған жоқ па? Водкада жақсы бала. Тек аздап еркелетіп алғансыз. Сен маған бір нәрсені түсіндірші. Не? Осы сермен адам сияқты сөйлей салады. Сен ауылда өскен баласың. Ал мыналардың бар ғой, бабында тіліңді таба алмай-ақ қойды. Ой, ауылда өскендерінде талай жытқырлары бар ғой. Одан емес шығар? Мүмкін. Менің бір жолдасым бар. Ай, нағыз азамат сол жігіт. Бойдақ болды? Бойдақ болғаныңызда нағыз сыр бойдақ. Оқу бітіргенде? Оқу бітіргеніңізде кандидат болуға 5-ақ минут қалған. Несі қандай десеңіз, жүрек сызылып тұр. Керемет. Соның астында жүрген бар ғой, өзінде әжептеуір тәрбие алып тұр. Оның кішкене алаңдасаман өзі осы жерге жетіп тұр. Қазір мәйгет болып қойдық тұр. Сол жігіттің арқасында. Сен сол жігітті қалай үйге әкеліп тұрсайшы? Сіздің үйге ма? Иә. Оны әкелгенде жарайды. Иә. Қолдағы жігіттің теріс береміз, онда тұрған несі бар. Дұрыс айтасың. Сол жігіт бір пәтеріңізден жүріп, мына сіздің үй сол жігітке қолайлы бола ма, қалай, ә? Ойбай-ау, қолайлы болғаны қалай? Енді мына сіздің үйде азғана уақыт пәтер жалдап тұра тұрса дегенім ғой. Пәтер жалдап емес. Қыз бала бар емес пе? Ол жаны қорықпаңыз. Ол әйел затына қарамайды. Е. Әй, қарамаған қалай? Қандай ғой? Кітаптан басылмайды. Ғылымға шынменіп кеткен жігіт. Оқымысты. Ойбай, оқымай, солай десеші. Ол жігіттің ең бір рахат бар ғой. Сізге тіпті салмақсыз. Ол жігіттің қолынан келмейтін өнері жоқ. Барлық тірлік істейді. Үй жинайды, кір жуады, еден сыпырады. Мынандай саңғылыспенен істеген шебер. Өгей шешесі үйретіп тастаған барлығын. Бір өгей шешесі бар еді, олды байрап кетті. Ол жағынан керемет. Кейде бүгін студентке жиналған кезде бар ғой, барлық тамақты өзі істейді ғой. Студенттерден бар ау. Кейде өздері бүгін қалыңдар басқаса ғой өздерінде. Барлық тамақты өзі істейді ғой. Палау басқанда бар ма? Сат жібек. Палау мынандай, мейіз, ноғат бәрі өзі ғой. Мынауы біздің қолынан төк келмейтін қыздардың бағына туған жігіт екен. Алдым ғой, алдым. Айтпаңыз деймін, Қоша жеңге. Сонымен пәтер мәселесін келісіп қой. Ертіп келерсің. Жоқ. Ойбай, пәтер жалдап. Жоқ, болмайды. Жарайды. Пәтерді басқалықтан зейін болып қой. Негізі ол жігітке пәтер көп. Өзі істемей жүрді, да? Пәтер табылады оған. Бірақ сол пәтер берген үйдің қызы болса содан қорғанда. Жаңа әйел затына қарамайды деген қайда? Сол қарамайтыннан қорқпаңыз. Қарайтын қолы аяғын ілдірмей керек. Мына сияқты ебедейсіздер бар ма? Алдыңа қол қойды да, мойнына қамыт тірей болады да, жүріп. Е, оның рас. Ондайдан сүйкет. Біздің бектемір де сондай еді ғой. Құлыпты аумаған бекет. Жақсы сау болыңыз, сау болыңыз, бекет. Жоқ, тұраңыз. Не болды? Қарағым, біз кішкене ойланайық. Мүмкін кейін бір ретін келтіріп. Кейінге болмайды ғой, Қоша жеңге. Ол анау қазір диссертация қорғайды деп ше? Орнымен жер шанша деп жүрген кезі. Оған бір тыныш үй көрек осындай. Дайындалу керек қой. Апырай-а, қолдан шығармайтын ақ жігіт екен. Тек пәтер жіберген жұрттан не алып?
Оның несіне қаласың, оның несіне қаласың? Бір шағын тозып дейсің бе? Иә, айтпақшы соны айтуға болады екен ғой. Мен оны Бекеттің інісі дейін. Інісі дейсің, соны інісі проблема ма? Інісі дейсің бе? Иә. Інісі дейсеңіз болмайды. Соңыр атама сәт түсіп кетсе, ыңғайсыз болады ғой кезде. Сонда не де болады? Жиен десеңші, қалай салсаң да кете береді. Жиен ғой да оғасын бұлайды. Айналайын, басың баса кете байламайсың. Келі кете байсың. Бұлашы жегіндер емеші. Сол жекті көрсеңші сізге. О, жекті көрдіңіз бе? Скверде, скамейке отырған жекті көрдіңіз бе? Мен қолыммен қарасаңшы, мынаны қараңыз көзіңіз. Иә. Ана бір кітапқа біліп отырған. Иә, көрдіңіз бе? Кітаптан басын. Көшеде жүрсе де оқи береді кітап. Нағыз оқымысыз жігіттің кесігі емес пе? Мен сол жігіт бар ертіп келіп айын көзінше. Жарай, жастар танысың. Мен дастархан дайындап жіберейін. Ойбуй! Не болыпты? Тек осы құрғырлар салдыраған бос құлқырамасқа түк қалдырмаған шығар. Ой, одан қайындамаңыз. Ол татып алмайды. Тартып алмайды дейсің бе? Тіпті шылым шекпейді ғой. Насып айтатпайды. Апырай! Мынауың алтын ғой, алтын! Айтпаңыз деймін, қоша жеңбей. Оллахи шын айтам, оллахи шын. Айналайын Бекболат қарағым. Осы айтқаныңның дәл қақ жақсырас болса да, бұл бір қос қолдан ұстап айырылмайтын жігіт екен, а? Аты кім өзінің? Аты Қабанбай. Қазіргі жастарға кішкене ерсеп екен, а? Не ғой оны? Оны не сетсің? Қазіргі қыздарыңыз бар ма? Қазақы есімді алады да ортасынан бөліп, оған орысша жалғап, сүмірейді бала қояды ғой. Клешке дей ма не дейді? Иә. Қой болады өзі. Ады қойдатын. Затын айтсайш, затын! Қаша жеңгейім, затын айтсам, тіл жетпейді затына. Затын айтатын болсам. Бетін адалықпен жуған жан, адам емес ақ алтын. Алу емес беру үшін туған жан, адам емес ақ алтын. Әйелді сен шыбын жанын қиған жан, адам емес ақ алтын. Сауын сиыр болу үшін туған жан, адам емес ақ алтын. Дүниеде жоқ нәрсені қуған жан, ыдыс-аяқ жуу үшін туған жан. Не болса да белін бекем буған жан, күшік күйі болу үшін туған жан. Туған жан, адам емес ақ алтын. Дүниеде жоқ нәрсені қуған жан, ыдыс-аяқ жуу үшін туған жан. Не болса да белін бекем буған жан, күшік күйі болу үшін туған жан. Туған жан, адам емес ақ алтын. Қонаша жеңгейім. Ол жігіттерді келіп, сіздің ана шеткі бөлмеңізге сүңгітіп жіберем. Содан кейін күшіктей қолып байлап алу, сіздің өз қолыңызда. Жақсы. Ай. Не болып қалды? Бекболат қарағым. Сол қолымнан келмей қалама деп қорқам. Неге? Сен қызды білесің. Қиын ғой. Оның үстіне ана жігітің де кітаптан бас алмайтын болса, араларына бір өзің дәнекер болсайш. Мен ба? Иә. Ой, мен қол демейді әсіне, оқушы ғой. Енді сабақ деп, күндіз түні оқи бермейтін шығарсың. Ой, қазір оқитын заман әсіне, оқу керек деп ма. Бұлай, үйге жиірек келіп, бас қосып дегендей, араларды жалғастырып жіберсең дегенім ғой.
Ома қасап болып жатқанда барлығын салам осы жерде көрдім. Ей, бәрі жарады. Ей, молодец.
нәрсе табу керек. Сен тапқыр жігітсің, Куби. Не, ол бар ма ол? Просто молодец. Біздің мамандық ауылдан бастады жазу ғой. Ал біздің девиз, яғни ұранымыз. Come baby, yo, baby, come on, go. Başka ешқашан бар болмайды. Идеальный болам деген болмайды. Қурап қалған предкаманың ярды. Батысықтан бас тартуға болмайды. Сүйрі сипау, құшақты құшпау, жерді жебау, асанды асапау, жасанды жасапау. Селяви, come on baby, тесік başka ешқашан бар болмайды. Идеальный болам деген болмайды. Как человек өмір сүру керек деп, беби, өгіз болып жегілуге болмайды. Сүйріні сипау, құшақты құшпау, жерді жебау, асанды асапау, жасанды жасапау. Селяви, тесік başka ешқашан да болмайды. Мына басқа ешбір ақыл болмайды. Өмірді одан сайын қысқарды. Қатын алып бала бағып болмайды. Сүйріні сипау, құшақты құшпау, жерді жебау, асанды асапау, жасанды жасапау. Селяви, бананы селяви, селяви, чигірі-ма, чигірі-ма. Тіпті адамды менсінбейтін маңзел алманың өзі мені мақта демес пе? Жоқ, Кубик, сенің бар ғой, огромный успехың бар. Мен де саған қашықтым, жаным. Кубик, сен итсің. Сенмен бірге жүруге болмайды. Неге? Барлық қыздар өзіне қарап болады. Сонда қасында жүрген адамға асылы өлгеннен басқа түк қалмайды. Урядчик, сен асылы өл. Асылы өлме тойсың. Мен сені де жақсы көремін. Сен бар ғой менің сүйгенім. Сүйкімді кішігімсің. Сүйгім менің ең жақсы. Урядчик, сен қадірлі жаныңды сақтайтын. Мен Кубикті мойнына асылайын деп тұрғаным жоқ. Ой, Амошка, не фарсия, сен де ұзаққа шыдам. Жарлас! Балалар, сендер кішкене кухняға баратыңдар. Гүләжеге, бізді кухняға тұтсыға кілене жазды. Сіз қонақшыл едіңіз. Бір кісілер келетін ағайындарымыз ғой. Жиеніңіз емес пе, Гуля апай? Ай-яй-яй, жиеніміз. Оны қайда білдің? Жоқ, жая шеміксінен түсіптім. Ал жігіттер, Гуля апайдың құрметті адамдар еді. Аны жаққа барайын. Как құрметті адамдар? Как это? Бекболат па? Подумаешь, біз осында отырамыз.
жағынан келе жатқан есім. Оған арланбай. Қазақта қаракерей қаланбай, қанжығалы бөгенбай деген бағалы бар.
gözüme kırıp keteyim dep dur. Karanmal, tağın atlar kayda gitti. Ha, sesi şarşakan çıkar. Masalar bakmayın dep. Dükkönke var. Sen nar bol algan koy. İya sonra. Ama atlayın. Gördüңдер ме? Қалай ә? Таң атпай дүкенге жүгіріп, сізді шаршаған шығам, мазаламайын деп. Ай, мұндай рахатта іштен шыққан балаңнан да көрмейсің ғой. Е, тек Құдай тағала маңдайға сыйғызса десей. Жеңеше, мен бір театрға билет алып едім. Соған Ботагөз екеуміз барсақ па деп. Қарағым, бара ғой, қарағым, бара ғой. Bir kaçam oldu koy. Hadi жеңеше. Bir kaçta gelin dedim sana. Bir kaçta дейсіз бе? Ya. жеңеше, мен онда ана пәтерге бара берейін. Айтпаймын. Кетейін, ә? Фестиваль көресің ғой? Кішкене күтіре тұр. Енді жеңеше мен тым асықсам ғой. Жоқ, кішкене күтіре тұр. Иғайша бір жиеніңді көрсетіп жіберші. Көріш көзіне. Жеңеше. Жалмау нені бейсін сасасың? Өзіңізді иғайша ғой, бар бейсін аша ғой сарам. Бара ғой, қарағым. Күре көріңіз. Сендер аяқтап жатсыңдар ма? Әркен иғайша. Амансың ба, иғайша олар. Жиенімді бір көрге аңдық болып жүредім. Міне, таныс қой. Сәлематсыз ба. Сәлематсың ба, айналайын. Иғайша екеуміз Бендейде бірге оқығанбыз. Сіз түгіл Жамал апай көп мақтайды. Жақсыны көрмек үшін деген бар емес пе? Енді өзіңізді бұлай бір көруге антық болып жүредім дегендей. Рахмет, айналайын, рахмет. Біз Жамалдың мақтауды диелі. Сен екенсің ғой, дұрыс айналайын. Кім дейсіз? Басқа кім болушы? Иә, әрине. Өзіңді біреуге ұқсатам ба, қалай? Мүмкін ғой енді. Бір шаһарда тұрған соң бола береді. Өзіңді танитын жігіт сияқтысың осы. Әйтеуір бір жерде көрген. Бірақ қайда екен есіне түспей тұрған қарашы. Енді адамға адам сай береді, оңғайын байлар бола береді. Иә, бұлай қойы, бола береді. Жамал апай, емеше, менің профессорға дайындаған материалды соны көтеріп тастайын. Қой, бізбен бірге отырып шәй іш. Жоқ. Bu ne bir basma. Ye şerait baravar baravar. Sağ olun yenge. Sağ ol aynalar, sağ ol. Жақсы ya. Қалай? Ене ұнады ма? Бұлай
Bayağıdan birge ötüp birge kalkayıp gidecek
Анда менің бетіме қарап отырмассың. Иә. Спектакль көресің. Думаешь, интересно? Бір бөлемені сейретіп жүрген. Қайдан айтқаным не? Қабанбай өте интересный жігіт. Мен онымен қанша сөйлесем де жалықпаймын. Да? Ендеше өзі бар. Екеулерің керемет пара боласыңдар ғой. Сөзін қояды. Иә, жиен болғасын қалжыңдаса бересің. Бола береді ғой. Иә. Иә. Водкажан. Мен сенің көйлегінің түймесін қадап, әдемі үтіктеп берем. Жоқ, дегенше. Сіз шаруаңыздан қалмай жүре беріңіз. Енді бұндай ұсақ деп көр. Отарымыздың өзіне істейік. Кім? Мен бе? Иә, сен. Не? Иә. Дегенше, сіз асығып тұрсыз. Жүре беріңіз. Шаруаңыздан қалмаңыз. Иә, жарайды. Бүлдіріп алса, келген соң сөндеп берермін. Так. Отағыз, бар, көйлекте. Ақта? Ал, енді. Қазір? Мамама істетпедің, енді өзің істейсің. Бұл ненің ақысы? Көйлемді өзің қадап, көйлемді өзің үтпейсің. Қап менің ақысы? Мен білмеймін. Өзің істейсің, вот и все. Все емес, білмесең үйренесің. Откуда ты взялся? Что мне приказывают? Эх ты, жених! Мен бе жемем? Ендігім, мен бәрін білем. Мамам мені саған күйеуге бергісі келіп. Вот потеха. Солай ма? Несі бар? Мен үйленетін кезімде. Үйлене салам. Что? Енді біраздан тайғада жүрің бар. Соны қағып тастасақ, әжептәуір әйел боласың. Ақырат, егер маған үйленетін болса, қазір. Мына көйлектің түймесін қадап, және үтіктейсің. Содан кейін не істейін? Содан кейін ана кухнядағы ыдыс-аяқтарды жуып, тамақ пісір. Егер де үйленетін болса, осының барлығын сен істейсің Ботагөз. Сонда сенің маған неге керегің бар? Мына, кітапқа үңілгенге ғана серігі бөлу үшін керексің ба? Неге зергесің? Қызмет істесең, енді былай кеп, үй шаруасына қарасаң, оның үстіне бала шағаң болса, зергі түгіліп орныңда сәңгіргеден мұрсатың болмайды. Я тебе сказать, прекрасная перспектива у меня. Тебя заживо хоронить. Үй, қане, бозай, кемелді ғана, уақытас. Бол. Қайыр. Вот ты скажи, біз қайда және қай театрға барамыз? Кәдімгі операға. Операға? Вот рассмешил. Я, сенен одан артық не күтуге болады? Мені совсем зерттіріп өлтіргің келген екен. Опера дегенің музыканың ең биік сатысы. Да? Ендеше мамамда бар. Ол операны жақсы көреді. Особенно қазақ операсын. Маман бармайды. Неге? Өйткені бүгін операда спектакль емес. Тынық мұхиттан келген Папуас ансамблінің концерті болады. Олар енді шықырларына жапырақ байлап алды. Жалаң
болса. Сен. Оны? Иә. Сен оны таза ақша алма. Таза ақша? Ол не бәле там? Ну, как бәле? Не принимай за чистую монету. Таза ақша. Да, таза ақша. Дұрыс. Бағдарың дұрыс. Басы бір айтып. Ой, ты смеешься? Тебе спасибо. А теперь, девчонки, от зависти лопнут. Слушай, Кабанчик, сен Алмушкаға билет алдың ба? Енді, сенің ең жақын подругаңа билет алмасам басқа еместен. Әрине алдым, алмасқа болмайды. Ой, рахмет, Кабанчик. Сен шынымен де джентльменің болып келесің. Сен де болып келесің, анақсың. Қане, егер әдетке бар болсам, киімімді қадап, көйлемді істетті. Ну, я ж не смогу, Кабанчик. Не смогу болса бармайсың. Мен сұрақ айтатын адам. Olsun anау, Кабанчик қойшы. Болмаса қабақ істемай. Жарайды, я постараюсь. Ой, рахмет, бірақ ұлдың жайты тастадыңыз.
жүрер екенмін. Ол арасын білмедім. Бірақ сіз бөлексіз. Аналардан бөлексіз. Оны қайдан біліп қойдыңыз? Қанша мәз болыңыз. Зекеңдер түсіңіздер. Өзіңізде бір мұң бар. Ой, керемет психолог екенсіз. Диссертацияңыздың тақырыбы психология емес пе? Жоқ. Өкінішті. Ендеше тезірек өзгертіңіз. Сіз тағы да өз сөзіңізді айтып тұрған жоқсыз. Ойнап тұрсыз. Өмір деген ойын. Біз бәріміз де актермыз. Жоқ, өмір деген ойын емес. Сіз өз роліңізді ойнап жүрсіз. Тек оны өзіңіз сезбейсіз. Мен бе? Я, сіз. Қане, маңдайыңызды берекеңізші. Маңдайыңызды? Маңдайыңызды. Құдай маған танышқандықты. Сізге ғана бермеген. Сіз көзбен оқсаңыз, біз мына маңдайдағы жазуды оқып береміз. Қане, мұнда тұрыңызшы. Мына жерде бір жазу бар. Аха, сіз 5 минуттан кейін кандидат боласыз. Өйткені қорғай алмай қараптай болмайды. Сонан соң сіздің еңбегіңіз апат болуға салып қояды. Но бірақ оны ешкім оқымайды. Сіз бұған ренжімеңіз. Оның есесіне сіз дардай кандидат боласыз. Айына 60.000 айлық аласыз. Сонан соң, дальше интересно. Аха, сонан соң, столға былай тұмсығыңызды тіреп, орыншы отырсаңыз, доктор болып шығасыз. Қандыға жарты қарыс еңбек жазасыз. Мұндай кірішті ешкім olmaydı. Айдың той. Там, наверное, что-то есть. Волна varmış. Деп дауыс береді. Сіз бұған да ренжімеңіз. Оның есесіне үйіміз солған фарфор, хрусталь, модный мебель болады. Машина да сатып аласыз. Бұғаңыз салбырап, қарқыныңыз өседі. Онымен қоса беделіңіз де өседі. Хорошо, но только какая зеленая тоска. Не кім болатынды, не бітіретінді білмеймін. Бірақ еңбек етем, оған арланбаймын. Пожалуйста, оған мен қатысы емеспін. Бірақ мен сіздің ғана көбіңізге қарсымын. Соның несіне жақсы көретінсің? Ол не, қызғанышқа? Көбік деген шикарный байырмышыз. Соны шынымен жақсы көресіз бе? Конечно, жақсы көрем. Ал мамам оны тіпті менен де қатты жақсы көреді. Сенің мамаң? Менің мамам несі бар? Сенің мамаң ба? Жоқ, сенің мамаң өте жақсы кісі. Тек анау көбекті жақсы көретінін айтамын да. Ал жақсы көрсе несі бар? Әкесі мықты ғой. Разве это плохо? Сіздің өміріңізде елі, талып қолыңыз жеткен дүниені мен бір бірде қағып алып. Көрдіңіз бе? Сізден гөрі мен ақылдырақ болып шыққанымды. Ертең әкесіне зияға шыққанда қайтесіз? Ол кезде мына сіз доктор боласыз. Сосын сізге тиіп аламын. Олай болмайды екен. Онда сіздің мансабыңызға нұқсан келеді. Сондықтан әйеліңіз төбеңізден қанша тепкілеп жатса да, сіз ажыраспайсыз. Солай, жолдас, 5 минуткем кандидат. Қайда кандидат? Жақында кандидаттық қорғамайсыз ба? Солай екен ғой. Ұмытып кетіппін ғой. Ұмытқаны? Ұмытқаны дейсіз бе? Енді бұлай құрып кетіңізші. Алма, мен сізге өтірік айтамын. Шынымды айтсам, мен кандидаттық емес, диплом қорғауға дайындалып жатырмын. Тоқтаңыз.
түсе алмай құладым. 3 жыл осы қалада қара жұмыс істеп жүріп дайындалдым. Сонымен отан болғаны алаяқ боп шықтым дейді. Ай, неге? Неге сол? Бөлек пайдалау үшін нағыз нақты жойып болды, қажет жоқ. Ашу үстінде жатақханадан қуылдым да, сосын бар. Жатақханадан ба қуылдың? Сіз маған ұнап келе жатырсыз. Қолы жетпейтін болашақ бір жұлдыз ғой десем, бәдімгі өзіміз қатарлы жалаң аяқ көп сотқардың бірімін дейміз. Шынында да енді мен ыңғайсыз жағдайға ұшырап қалдым. Енді білмеймін осыдан қалай жөн тауып кетерімді. Бұл ісіңізде сізге қол ұшын беруге мен жарамаймын. Тек қолымнан келер жақсылығым. Сізді әшкерелемей қояйын. Есік ашып келе дұрыстап сығып кетті ме деймін, Гүл апайдың есігі сізге қашанда ашық. О, алма бетті алмадыз, қызарып піскен алмады. Емешесін құртып, ындының түгел кептірген бар жігіттің арманы. Үлгерген алманың, үзіп алар ақын, күн болар ма жалғанай. Көз көріп қол жетпей, іші қиып той салап. Бет болады сорлы, заңладай. Ей! Сен жарнамай тоқтай тұршы! Осының түбінде бір шикісі шығады деп айтпап бердім мен саған. Енді ет міне, үйді ұятқа қалдым. Өй, қайдан ішті? Қайдан? Менің шикі шыққан жоқ. Менің ішімде ит өліп, арыстан сен жатса да, титтей шықпайды. Бұл жігіттің өзі мойындапты. Өй! Күлдірерсің-ау демедім. Қыздың алдында қылдырмай сырып жасыра алмай ғой бұл жүргін. Ей, Аллаға өтірік айта алмаған рас. Бірақ, кімнің алдында болжала? Ұят бол. Гүлжамал апай сондай-ақ көңіл адам. Осы сен жоликсің. Не дейсің? Жоликсің! Оның рас. Баяғыда бір келіншек айтқан керек. Көршілердің көңіліне қарайды, балаларым әкесіне тартып тұрмыз. Осыңды сөйтіп ишарат машин деп, мына мен де жолик болып барам. Сен бар ғой бәрін бүлдірдің. Қарап жүрмей. Ойбай, шәріп бүлдірден мен алушқа қарайшы. Мен түзетіп жүрмін ба десем. Оғаш жоқ. Мен құлаша жеңгей қаламай егеде ішкен асын берге қоямын. Осы бала келгелі, ботқан тәжіктерін жүрді көріп қалдым. Қазақшаға тіл сұрып келе жатыр. Мына мен көрген сайдалы сайда. Уайымдама. Ертең күйеу болып алған соң оның бәрі ұмыт болады. Мен бүгін осыға құлап жүргенмін. Ей! Бәрін ұйымдастырып қойдым. Ей, мен саған қашан құда түсті ме? Көрген? Өз қолынан түк көрмесе, енді маған не дейсің? Саған қатына беретін әкелшең жоқ мұнда. Жоқ. Сен мені аяқтандырмасаң кім аяқтандырады, айтшы? Жарай, әркімнің өз жүрегі бар. Соншаңызға бүл көтпеген жүректен әлдеқандай болып қоясың ба? Жоқ, бүл көтеді. Не дейді? Бүл көтеді. Қарашы, мынада бірдеңе шығып тұр ма? Кім? Егер құпия болмаса айтшы. Ей, олма, оны. Оны айта алмай. Болмаса сен жақсы көрген өз. Мені ма? Әрине сен мен деп білмедің. Білмеймін. Сірә ол мені жек көретін шығар. Өнбейтін дауды өспейтін жігіт қуат деген. Осындай бір өнбейтін шаруа қорларымды өзінде біліп ем. Егер адам шын сүйсе, қайтсе де мақсатына жетуге болады. Рас айтасыз ба алма? Әрине рас айтамын. Әлде жұрттың бәрі өзіңіз секілді алдамшы деп. Иә, рас. Шынында да мен масқара болдым. Мен ыңғайсыз жағдайға алма. Кешіріңізші мені. Кешіресіз алма. Кешіріңізші мені алма. Кешіресіз алма. Кешіріңізші. Біз мезгілсіз келіп қалған жоқпыз ба? Жоқ, сіз дәл түстіңіз. Қалың жігітке сәлем.
значительно. Что? Это объяснение любви? Или уже предложение руки? Боже, Шапсан қолыма сап кеткенде, ертең бірақ айтып тұр. Сонда той қашан? Той ертең. Көшеде босқа сандағанша тойға келіңдер гитаралардың басын. Ona халықтың көңілін көтересіңдер. Вот, дәлесін қара көрмін алады. Ну, ғафу етіңіз. Біз сіздерге жоғарғы қауымның ортасында болуға ықсылар. Давай, гуляй! Кәсіпті бір бейшара екен шекілеген домбыра домбыра о 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 домбыра Şişalarga көз süzген жолдас болып ессізбен аңқылдаған гитара, маңқылдаған гитара, қаңқылдаған гитара Шалмен бірге матайып, кемпірмен бір қатайып, күй атасын жүдетіп, ушәңкілдеген домбыра, домбыра, о домбыра, о домбыра, о домбыра, о домбыра. Шешесінен сірәді ақша сора сыраға
аңқылдаған гитара, аңқылдаған гитара, аңқылдаған гитара. Жағдайым сұрасаң, құлағың сәл бұрқасаң, күйедейін еске алмай, шіңкілдеген домбыра, домбыра, о, домбыра, о, домбыра, о, домбыра, о, домбыра. Есіргеннің қойнында, есір соқтың мойнында, дуалдардың түбінде, жын шайтанның тілінде, мыңқылдаған гитара, ыңқылдаған гитара, қыңқылдаған гитара. Есіргеннің қойнында, есір соқтың мойнында, дуалдардың түбінде, жын шайтанның тілінде, мыңқылдаған гитара, ыңқылдаған гитара, қыңқылдаған гитара. Вот бессовестные! Мен анда кухняда азапқа түсем, а бұлар мұнда мәз мейрам. Как? Перевоспитываешь? Нормально. Ну енді сені сүюге де болмайтын шығар. Неге болмайды? Болады. Да? У нас новость. Біздің Каваш Поповтарды концертке билет алып келген. Біз оны кеше көргенбіз. Кіммен барыңдар? Ой, солда сөз болып па? Кубик шақырса, қыздар қырылып қалмай ма? Ну, бақыты барлар табылды. Ах, бессовестные! Бізді шақырмайды, да? Әрине, Кубиктің сендерге ықыласы бөлек. Біз звонить еттік, да? Ну, мамам үйде жоқ, бүгін болмайды деп отыр. Ох, мам! Жарайды, Бобка, қиналма. Бүгін барамыз ғой. Босқа қырылып жатқан қыздардың арасында өліп кетеміз. Жита! Конечно, бүгін барамыз. Ну, все-таки нехорошо же. Давай, сен нешінші қатарға билет алдың? Галеркаға. Ендеше Кубик алды бұл қатарға. Жоқ, мен галеркаға отырам. Бұл жігітті қинағым келмейді. Ай, солда сөз болып па? Кубиктің біраз звонок, и все. Ну, Кубик әпересің бұл. Әрине, Ну, әперуге болады. Бірақ сіз, пардон, мсье, ренжімейсіз бе? Жоқ, ренжімей. Бонжур, мсье. Сіз француз тілін тәуір білетін боласыз. ой, Кубик француз тілін соңғылдатады ғой. Ендеше
Fransızlar Ардон деп аяғын ырылдатпай тұтып қояды. Немесе қазақтың ғарбын ұқсатып, Ардон бонжу, жұмсартып айтады, обалыңдар. Сіз немене, француз тілін мамансыз ба? Жоқ, мен түрік тілін зерттемеппін. Француз тілін қосымша үйренген, негізінен қазақ тілінің маман болмақ. Ой, сонда, бар бітіргеніңіз языкарев болмай? Тем более қазақ тілі. Ол кімге керек? Маған керек. Менің балама, ұрпағыма, ата-бабамның әруағына керек. Иә, керек. По-моему, надо быть просто современным, культурным человеком. Нағыз мәдениет деген біреу ғана. Біреу болса біреу шығар, бірақ оның екі аяғы бар. Ой. Екі аяқ не? Мә! Оның аяғы өз халқының мәдениет, сол аяғын дүниежүзілік мәдениет. Демек, соның біреуі болмаса, бүйтіп шайдан қапқана үлкен қалындармен таласалмас та, сонdan ақсап болсақ та бір билеп қалады. Давай, водка, музыку, а? Что за скучные разговоры? Мүмкін оқымыстыңызды биге шақырасыз. Ол билемейді. Онда сізді шақыруға рұқсат етіңіз. Жоқ, сіз ренжімеңіз. Мен алманы биге шақырып қойған. Онда сізге бокстро, танго керек шығар. Ондай атам заманға қайратады. Әтірге қалған билетін. Пластинкасы бізде таба қойып екен.
әркім өз орнын білу керек. Қолың жетпейтін биікке ұмтылма. Сен сияқтыдан талан көргенбіз. Өзіңді тым қымбатқа сатқың келген екен. Бірақ қыз базарының нарқы маған мәлім. Көкені ұрысыз белем! Алмадан кешіп тұр. Мына мен қорқытады. Бұрағай қосты олға. Тез кешірім тұр. Өзің бір сүйгім жібейін ба? Жігіттің ол бұйрығымызды орындай алмадық. Кешірім сұрауға кісілеген ешкім ғой. Олай болса. Ойбай-ақ, алған! Егер де титтейде адамгершілік болса, азға тайғаны ұятың болса, çok gidelim. Жалғаспайыппысың?
Сөйтіп алғай, абыройдан да жұрдай боларыңыз аттым. Мен оны алыш атаққанадан қуып жібердім. Мама, оны сен қуғанмен мен қуа алмаймын. Мақтаған қызымның сыйқын қара, шалаң аяқ студентке жарма. Ендеше екі шалаң аяқ бар болады. Жерге сіңгетіп қалған ба? Ойбай-ау, Гүлжамалам. Мына қызым бар есерімді қосып кеттің-ай, бір амалын таппайша. Ойбай-ау, менің есебім бұзылмай тұр ма? Менен ақыл сұраған емес. Үлкен басында кішірейді сондай кім еді олар? Подумай! Қойдың мұ? Олар сенің қадіріңді біле ме? Еще унижаться перед ними. Алма, мен сізден кешірім сұрауға келдім. Сіз айтарыңызды түгел айтқан сияқты. Әне естің бе? Кеттім, убей! Мен ақыл көмек емес! Көмексің! Көзір болсын! Әрине, сіздің мені кешпеуге хақыңыз бар. Мен қайуандық жасадым. Соның өзім де кешпеймін. Бірақ сіздің алдыңызға келіп кешірім сұрамасам, одан да бетер хайуан атанатын түрім бар. Мен барлықтарыңыздан да кешірім сұраймын. Адасқаның айып жоқ деп қойсын. Жоқ, адасқаның айыбы бар екен. Ақымақ болғанымды жаңа ғана білдім. Сіз де мені кешіріңіз. Мен сізді қатты сыйлайтын болдым. Ну, керек еді оған сені сыйлаған. Басик! Сыйлап алмаңыз, сөйлеңдер сіз. Сыйласайын. Халқымыздың азды көпті барым сыйлайын. Елдігімізді сыйлайын. О, абеке, күтіп ал! Айында жазамысың жазында Азаматта құшақ берген ашында Сайғалымды іздемейтін адам жоқ Байғалымды іздегеннен оғайын қашында Сайғалымды іздемейтін адам жоқ Байғалымды іздегеннен оғайын қашында Ағайында жасамысың жасында Ару қызда құшақ берген ашында Кішіпейді іздемейтін адам жоқ Кішіпейді іздегеннен оғайын қашында Кішіпейді іздемейтін адам жоқ Кішіпейді іздегеннен оғайын қашында облыстық мәдениет басқармасының ықылас гүлі. Қадірменді көрермен, енді байқап отырмын, көп адамдарда қолында бағдарлама жоқ, сондықтан мына ойнаған әртістерді таныстырып өтейін сіздермен. Рұқсат етсеңіздер.
оңтүстік Қазақстан облыстық әзіл сықақ және сатира театрының осы қойылымға қатысқан әртістері. Гүлжамал рөлінде Шынар Қуатбаева, Бейғажа рөлінде Орынкүл Қалыбекова, Бекболат рөлінде Нұрбақыт Байысбек, Қабанбай рөлінде Мырзабай Шабданов, Төребек, яғни Тюрянщик рөлінде Ержан Тұрымбеков, Көбейсін, яғни Кубик рөлінде Айдархан Алқоранбаев, Алматай үлбіріп тұрған қызы Алманың рөлінде Фариза Сейдуалиева, Еркебұтай Ботка рөлінде Рита Жұмамурадова, және де осы жерде көпшілік сахналарда осы облыстық әзіл сықақ және сатира театрының бір топ әртістері қатысты. Оларға да бір қол шапалақтап қойылды. Қадірменді ағайын, ақыры қолыма микрофон тигеннен кейін қоюшы режиссер ретінде шақырғаннан кейін бір-екі ауыз сөз айтқым келіп тұр, артық көрмесеңіздер. Негізі бұл пьеса сонау 60-70 жылдарда жазылған дүние. Бала тәрбиесімен, ата-ана мен баланың арасындағы қарым-қатынаспен махаббат тақырыбы еш уақытта ескірмейтіндігі бүгін дәлелденіп отыр. Рахмет сізге, келесі осылай қойылымды кездескенше қош сау болыңыздар.